Ғалымдар осы уақытқа дейін жиналған деректерге сүйене отырып, біздің заманымызға дейінгі 132 мыңыншы жыл мен 1000 жыл аралығында өмір сүрген ірі сүтқоректілердің әрбір аймақ бойынша жойылуына толық сараптама жасаған. Олар климат өзгерісін бақылап, орташа температура, бұлттылық пен өзге де ерекшеліктерді назарға алған. Мегафаунаның жойылуының 20% табиғи апат салдарынан болса, қалғанына адамзат эволюциясы әсер еткен. Мысалы, епті адам тұрақтаған Африка аймағында ірі жануарлардың небәрі 18 түрі, оңтүстік және солтүстік Америкада 62 және 43 түрі, Австралияда 26, Европада 19 түрі жойылған. Дипротодон – жер бетіндегі ең ірі қалталы жануар. Дипротодонның салмағы шамамен 2800 кг, ал ұзындығы 3 метр, биіктігі 2 метрге жеткен. Олар өсімдікпен қоректеніп, балаларын өздерін табиғи қалтасына салып жүрген. Прокоптодон ірі кенгуру түріне жатады. Алдыңғы аяғының тырнақтары ұзын әрі өткір болған. Салмағы шамамен 230 кг. Оның өсімдікпен қоректенетін жануар екеніне қарамастан, Австралияның ежелгі тұрғындары алып жануармен көрші болуды қаламас еді. Бүгін оның тек ұсақ тұқымдастары ғана тіршілік етуде. Меколания ғаламшарымыздағы ең ірі кесіртке болған. Археологтар әлі күнге дейін оның толық қаңқасын таба алмаған. Сондықтан бұл құбыжықтың өлшемі жайлы толық ақпарат жоқ. Австралиялық кесіртке ұзындығы 4,5-9 метрге, ал салмағы 332.200 кг жетеді деген болжам бар. Кесірткенің бұл түрі ірі сүтқоректілермен қоректенген. Адамға шабуыл жасауы әбден мүмкін. Мамонттар барлық құрлықта өмір сүрген. Евразия, Африка, Солтүстік Америка, бірақ генетикалық тұрғыдан жақын туысы азиялық пілдер саналады. Олар бүгінгі пілдерден 2 есе ірі болған. Салмағы 14-15 тоннаға дейін жеткен. Ежелгі жануардың қаңқалары Сібір мен Алясканың суық аймақтарынан табылған. Оның тері асты май қоры жақсы сақталған. Олар суықта өмір сүруге бейімделген. Мамонттардың басым бөлігі шамамен 10 000 жыл бұрын қырыла бастаған. Климаттың әсерінен емес, оның жойылуына ірі жануарды ашкөздікпен аулаған аңшылар себеп болған. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Тағы да қызықты ақпараттар туралы YouTube арнамыздан біле аласыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.